Ассалаумағалейкум, табиғат бағдарламасының құрметті көрермендері. Бағдарламамыз бүгін сіздерге қазақ жеріндегі киелі мекен Қазығұрт тауын таныстыратын болады. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған, кеудесіне тұңғиық сыр жасырып. Қасиетті қазақ жері көркемдікпен хикметтерге толы. Жасылжардың бетіндегі жасыл жақұттай кең байтақ қазақ елі әрбір ұрпағына қашанда мақтаныш. Қазығұрт тауы Талас алатауының оңтүстік батыс сілеміндегі аласа келген жота. Оңтүстік Қазақстан облысы орталығына Шымкент қаласынан оңтүстікке қарай 35 километрдей қашықтыққа орналасқан. Солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай 55 километрге созылған. Ортаңғы биіктеу бөлігінің ұзындығы 22 километр, енді жері 10 километр. Ең биік жері жотаның шығыс бөлігіне орналасқан болып 1768 метр. Шығыстан батысқа қарай аласарып 800 метрге дейін төмендейді. Батысының ең биік жері 875 метр, бағаналы тауымен иектеседі. Солтүстік беткейі жалпақтау болып келетін бірнеше қырқалы жондарға тармақталады. Келес өзенінен бастау алатын оңтүстік шығыс беткейі жарғабақты келген. Аңыздарда айтылуынша әлемді топан су басып, ақыр заман боларын ерте болжап білген Нұх пайғамбар ағаштан алып кеме жасатып, 18 000 ғаламнан тұқым алып қалуға бел буады. Сонымен ұлы мақсатын іске асырады. Кемесінің ұзындығы 150 метр, ені 25 метр, биіктігі 15 метр болған. Ең ежелгі аңызда дүниені топан су басқанда Нұх пайғамбар кемесі Арабияда Жуда тауында, 10 ғасырдағы аңызда Аррат тауында тоқтаған деніледі. Қазақ түркі аңызы бойынша топан су қаптағанда Нұх пайғамбар кемесі Қазығұрт тауына келіп тоқтап қалған. Топан су қайтқан соң адамзаттың жаңа ұрпағының тіршілігі сыртқы бітімі кемеге ұқсас Қазығұрт тауынан басталған деседі. Жер-су атауының миптік түсінігіне қарағанда Қазығұрт атауының ең ежелгі нұсқасы Ханғұқ-ұрт болған. Мұндағы Ханғұқ қуыс, шұңқыр, үңгір, бастапқы тіршілікті жаратқан құрсақ, ұлы ана дегенді білдіреді. Ал ұрт сөзінің мағынасы жер тумағы, жер ортасы, кіндігі дегенді білдіреді. Сонда Қазығұрт сөзінің бастапқы мағынасы барлық тіршілік тегін сақтап қалған жер тумағы немесе жер тумақ дегенді білдірген. Қазығұрттың басында көп әулие, мінсең аттай желеді айыр түйе деген мақалдарда бар. Қазығұрттың басы расында түйенің өркешіне ұқсайды. Қазығұрт тауы бұл күндері естігеннің құлағын елеңдетіп, бір көруді аңсатады. Содан да ол қазақ еліндегі саяхаттың сайран бағына айналып барады.